Құрметті достар, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Дауысым естіліп жатыр ма? Дауысыңыз естіліп тұр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының төл туындысы байланыста филармония жобасы. Барлығыңыз қош келдіңіздер. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды бастамас бұрын құрметті біздің сұхбатқа қатысушы, яғни көрермендер, барлықтарыңызға бір ескертетін жағдай. Егер Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясына және Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясына қояр сұрақтарыңыз болса, дәл осы видеоның астына жазуларыңызға болады. Ал ендеше бастайық. Енді жаңа құрметті әріптестер, барлығыңызға бүгінгі сұхбат модератор және спикерлермен таныстыруыңызды рұқсат етіңіздер. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының ақпарат бөлімінің жетекшісі есімім Олжас Сетимов. Ал бүгін бізде сұхбат байланыста филармония жобасында қонақта Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының ақпарат және қоғаммен байланыс жөніндегі менеджері Арайлым Нарбатырова. Арайлым Нарбатырова, сұхбатқа қош келдіңіз. Рахмет көп Олжас. Менде армысыздар инста көрермендер, әлеуметтік желі оқырмандары, тыңдармандары. Сіздермен осы бүгінгі Олжас Сетимов бастаған жобамен алғаш рет қауышып отқаныма қуаныштымын. Және бұл жобада ары қарай жалғасын табады деген ниетпен және жақсы ниетте болайық үнемі. Сондықтан баршаңызға қайырлы күн деймін. Әрине, Арайлым ханым, енді әңгіменің барысын осы байланыста филармония жобасының мақсатын айтып өте кетейін. Бұл байланыста филармония жобасының мақсаты өңіраралық филармониялардың қарым-қатынасын нығайту, яғни біздегі жаңалықтарды сіздермен бөлісу, сіздегі жаңалықтарды біздің Ақжайық жұртшылығына, соның ішінде Батыс Қазақстан облысының халқына жеткізу, жақсылықтың жаршысы болып жүрейік деген ниетте осындай байланыста филармония жобасы қазіргі таңда іске асуда. Болашақта бұл жоба өңіраралық филармониялардың қарым-қатынасын нығайтуға үлкен бір күш салып өзіндік бір міндетін атқарады деген ойдамын. Ендеше құрметті достар, құрметті инста көрермендер, егер жаңадан қосылып жатсаңыздар, дәл осы ссылканы жан-жаққа таратып, бүгін бізде қонақта Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы ақпарат және қоғаммен байланыс жөніндегі менеджері Арайлым Нарбатыроваға қояр сұрақтарыңыз болса, дәл осы инстаграмдағы тікелей эфирдің астына өзіңіздің пікіріңізді қалдыруға рұқсат. Ендеше, Арайлым ханым, тағы сұхбатқа қош келдіңіз. Бұл енді өзіңіз білесіз, осы дәстүрлі жұмыс жасаудан биылғы 2020 жылы осында еліміздегі карантинге байланысты барлық өңірлік филармониялар мен барлық мекемелердің барлығы онлайн, яғни карантиндік қашықтан жұмыс істеу режиміне қосылған болатын. Соның ішінде Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы да, Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы да бар. Енді осылай кішігірім мына біздің осы инста көрермендерге Жамбыл облыстық филармониясы тыныс тіршілігін, жалпы атқарылған жұмыстарын бір кішігірім айта өтсеңіз. Яғни ол туралы айтатын болсақ, осы биылғы жылы карантин режимі жарияланғаннан бастап біздің Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының директоры Қасым Шерімұлы Түктібаев бастаған топ және көркемдік жетекшіміз, біздің сонымен қатар шығармашылық жөніндегі орынбасары Жандос Әскербекұлы Омаров, жалпы істер жөніндегі орынбасары Күләйім Жұмакеева, бәрі жиналып бір жобаны жүзеге асыру керек болды.
жобаның атаулары ол бір әннің тарихы, менің репертуарымдағы бір ән, бір күйдің тарихы, бірге акробатикалық жаттығулар жасайық сынды, бірге билейік деген сынды жобалар жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде филармонияның жұмысы үнемі жанданып жүріп отырды. Және тоқтаусыз артистер барлығы қатысып, бір ауыздан түгел өздерінің үйдегі онлайн жұмысын көрсете білді. Әрине, ол дұрыс айтасыз. Ол осындай карантиндік режимге көшкенде, біздің Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы да бірден енді халыққа, енді өзіңіз білесіз, дәстүрлі метод бойынша концерт қоя алмаймыз. Сондықтан бізде де үлкен бір жиналыс жасалып, филармониямыздың директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиев, шығармашылық жөніндегі орынбасары Абдулғабитұлы Рахметов, көркемдік жетекші Еркін Бекмұратұлы Өтегенов бастаған осындай ағаларымыз, мына филармониямыздың біздің орынбасары, директордың орынбасары Бекет Нәсенов, осы ағаларымыз осындай бір жиналыс жасап, сол жиналыста біздер өзіміздің бағдар жоспарларымызды, яғни жаңа сіз айтып отқандай, біздер де жүйелеп, жоспарлап алған едік. Енді Аралым ханым, әрине, жұмыстарымыздың барлығы халыққа қазіргі таңда насихатталуда, кең шығуда. Жалпы сізге қояр сұрағым, мына онлайн формат жалпы филармонияларға не үйретті? Онлайн формат бізге ең қызығы, артистер өздері бейне баяндарын, бейне роликтерін, тіпті үйде жұмыс жасап жатқан жұмыстарын жөндеуді, өңдеуді, сонымен қатар әсемдеп, әсірелеп, оны инстаға салуды, сонымен қатар сапалы етіп салуды үйренді. Ең басты барлығы осындай челленджді үйренді, ол челленджді қалай ән айту керек екенін үйренді. Сондай-ақ барлық облыстармен тығыз қарым-қатынас жасауды, және де сол қарым-қатынастың арқасында бір өздеріне де керекті ақпаратты алды. Бұл карантиннің өте пайдасы мол болды. Дұрыс айтасыз, әрине. Жаңағыдай осы сөзіңізге мен де қосыла кетейін, себебі бұрын кейбір шығармашылық жаңағыдай әртістер бұрын жаңағыдай өздігінен бүйтіп видео түсіріп немесе жаңағыдай роликтер дайындамайтын болса, жаңа сіз айтып отқан неше түрлі құрылғылардың барлығы қазір заманауи құрылғылар дейді ғой, жаңағыдай видеомонтаж жасайтын, оның ішінде әрлейтін, дауыс әрлейтін, өңдейтін, соның барлығын ішіне керек әртістер, мәдениет ұжымдардың барлығы қазіргі таңда үйренуде. Бір енді карантиннің әсері деп айтуға болады, шыны керек. Енді осы орайда өзіңіз білесіз, ақпарат тарату. Бұрын ондай бұрын сахнаға дәстүрлі метод бойынша жұмыс жасайтын болса, афишалардың барлығын көшеге іліп, жаңағыдай не істейтін болса, енді концерт жоқ, бірақ концерттің барлығын көрсету мақсатында бұл енді мен ойымша Facebook, Instagram, және YouTube, Twitter, осындай нелерді заманауи деп айтуға болады, кейбір нелерге платформаларды қолдануда көбі, соны үйренуде деп ойлаймын. Осы тарапта мен де сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Батыс Қазақстан облыстық филармониясына, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияда ақпараттық бөлім қай жылдан бастап жұмыс істеп жатыр? Және бөлімде қанша адам жұмыс істейді жалпы? Енді бұл енді бір өте мәнді сұрақ, себебі Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының ақпарат бөлімі шыны керек осы карантин басталғалы уақыттан бастап ашылды. Бұған шейін ондай не болмаған, шынымен ашылды. Қазіргі таңда жаңа бір тесттік режимінде әлі де сынақтан өткізілуде. Болашақта бір үлкен алдағы қойған жоспарларымыз да бар. Енді оның нәтижесін енді сіздер де көріп отырған шығарсыздар, жаңағыдай осындай біздің енді қатарымызда қазіргі таңда бізде афиша жасайтын бір адам бар, өзіміздің, және де Халел Қазиев деген ағамыз бар, афиша жасайтын.
және фото видео монтажбен айналысатын бізде Сұлтан Ерболат деген жігіт бар. Және ақпарат бөлімінің жетекшісі ретінде кейбір парақшаларды жарнамалау, сол жағынан енді өзім жауап беретін болсам, жаңағыдай Динара Сүйінғалиева деген қызметкеріміз бар. Осылай болып, енді ақпарат бөлімін, филармонияның ақпарат бөлімінің жұмысын қазіргі таңда кең ауқымда насихаттап жатқан жайымыз бар. Енді бұл бастамаға әрине бастау болған адамдарға да алғысым шексіз. Біздің филармонияның директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиев, облыстық мәдениет басқармасының басшысы Сайран Темірғалиұлы Дүйсенов, осы кісілер болашақта ақпарат бөлімі керек, ақпарат бөлімін нығайтайық деген ниетте қазіргі таңда қолдауларын аяп жатқан жоқ. Енді Арай ханым, өзіңіз жаңағыдай айтып өттіңіз, бір ән тарихы, бір күйдің тарихы, менің репертуарымдағы ән деген жобалар енді сіздер арқылы біздерге де таныс, оның тағылымдық несінде жаңағыдай халыққа қалай жеткенде біздер өз басымыз көріп отырмыз. Осы орайда осы жобалар туралы кең насихатта айтып берсеңіз. Бұл бір әннің тарихы, бұның мақсаты, мысалы әнші тек қана әнді орындаған кезінде оның авторы туралы, ол ән туралы ешқандай ақпарат берілмейді. Еш жақтан ол үшін әлеуметтік желіге сүйенуге тура келеді. Ал бұл жерде бір несі халыққа берері, бір әннің тарихын, бір әнді айта отырып, әнші сонымен қатар әнді айтып болғаннан кейін сол ән қалай шықты, оның авторы кім, ол не мақсатта шығарылған, қандай кімге арналып шығарылған деген сияқты сол әннің жалпы қысқаша тарихы айтылып өтеді. Сол сияқты бізде бір күйдің тарихы да сондай орындалған күйдің авторы және мағынасын айтып өтеді орындаушы. Сол біздің әр жобамыздың өзінің мақсаты айқын да, анықталған. Жаңа сөзіңізде айттыңыз ғой, карантин басталғалы әртүрлі жобалар, әртүрлі осындай жобаларды ойлап табу, іске асыру жөнінде қазір филармониялар көптеген жұмыстар атқаруда. Соның бір біздің облысымызға кең насихатталғаны, яғни карантин басталған уақытта бізде штаттық режимде жиналыс болды. Сол кезде филармониямыздың директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиев енді филармония қазіргі таңда барлығы онлайн режимге көшті. Бірақ біз жұмысымызды көрсетуіміз керек. Осы жөнінде ойланайық деп жиналыс жасағанда біздің команда жаңағыдай айтып өттім ғой, Асхат Тарасұлы Қажғалиев, Абдулғабитұлы Рахметов, Еркін Бекмұратұлы Өтегенов, Таняр Исқали, жалпы шығармашылық ұжым бірігіп біздер облыста Оралдан әуен лайф деген жоба аштық. Бұл Оралдан әуен лайф жобасының басты мақсаты, яғни қазір енді барлығы концерт сұрайды, концертті біздер қалай береміз? Сахнада біздер мынандай бір методты қолдандық. Сахнаны безендірдік, және де өзіңіз енді сізге соның барлығы таныс, жаңағыдай жақсы качестволы телефондарды Facebook және Instagram әлеуметтік желісіне арқылы қойып, соларға бір әншілер шағын кішігірім составпен концерт қойды. Бұны біздер Facebooktың тікелей эфирінде, YouTube'тың тікелей эфирінде, Instagram'ның тікелей эфирінде трансляция жасадық. Содан бөлек архивке дәл осы видеоларды біздер пайдаланып, жаңағыдай профессионалдық тұрғыда 3 камерамен түсірген болатынбыз. Соны түсіріп, ойлаңыз, тікелей эфир форматында Facebook'қа концертімізді көрсетсек, бұл біздің бір концертіміздің өзі бір сағатта Facebook'та 4000-5000 қаралымға шейін жетті. Оны бұл енді халықтың карантин кезіндегі концертті сағыну, жаңа өзіңіз сөзіңізде айттыңыз ғой, қолда бар дүниенің қадірлерін. Соны білді деп ойлаймын. Соны бір кең көлемінде насихаттаған болатынбыз. Енді бір ұтып кеткен жеріміз, осы дүниелеріміздің барлығын түсіріп, Facebook'қа енді ол тікелей эфирге жібердік, Instagram'ға тікелей эфир жібердік. Оның бәрін көрсеткеннен кейін, бір уақыт өткеннен кейін, арасында 1-2 жұма салып,
бір дайындалған дүниені өзіміздің YouTube парақшамызға салып, содан кейін мына жергілікті телеарналар бар ғой, соларға монтаждалған, өзіміз монтаждаған дүниені соларға ұсындық көрсетуге. Сонда ойлаңыз, жаңағы Facebook пен Instagramда тамашалаған халық жергілікті телеарналардан да бір ай бойына жаңағыдай бір концертпен сол біздер World Navy Life деп атаумен ойлап тапқан концертті бір ай көлемінде 20 концерт тамашалаған болатын. Бұл енді осындай дүниелер сізде де бар. Жаңа ғана мен ақпарат іздегенде, шыны керек біздің Ғарифолла Құрманғали атындағы облыстық филармонияда бұндай бізде жоқ, сіздерде бар. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында цирк әртістері, жалпы цирк дегенде естідім. Осы жөнінде өте қызықты болып отыр. Келеңірек бір кеңінен айтып өтсеңіз. Иә, бізде Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында балауса циркі ұжымы бар. Оның жетекшісі республикалық конкурстардың лауреаты Талғат Алчекенов. Бұл цирк бізде тек қана осы Қазақстанның көлемінде ғана емес, көршілес мемлекеттерге де барып өнер көрсетіп келген өте талантты жігіттер, қыздар бар. Сонымен қатар ол жерде тек қана акробатикалық жаттығулар емес, жонглер бар, катушкадағы биіміз бар, кесте биіміз бар. Одан кейін қазір енді жан-жануарлармен де қазір жұмыс жасауда бұл цирк. Өте танымал, және олардың көрермендері өте көп. Себебі балауса циркі деген кезінде біздің облыстың оқушылары, мектеп оқушылары, басшылары сұранып тұрады. Кәдімгідей балауса циркі кездеседі. Дәстүрлі методпен бұрын жұмыс істеген болса, қазір енді қандай форматпен жұмыс жасалады? Жаңағыдай жан-жануарлармен өнер көрсетеді деп айттыңыз. Мысалы, күшікті үйретіп жатыр, жыланмен жұмыс жасап жатыр. Енді алдағы уақытта тағы да қосамыз деп жатыр өнерлерін, және олар бұйыртса олар үлкен қазіргі алдағы уақытта онлайн концерттерін береді. Ол туралы да жалпы сілтемесін жіберетін боламын, жан-жаққа ақпарат тарататын боламын. Әрине, Арайлым ханым, мына өзіңіз білесіз, осы орайда атап айтпауға болмайды. Біздің мына Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақ концерттік гастрольдік орталығы, осының жұмысы шыны керек қазіргі таңда кең ауқымда республика көлемінде кең насихатталуда. Бұл, яғни орталықтардың маңыздылығы артты деген ойдамын. Осының арқасында біздер қазіргі таңда филармониялар өңірлік аралық бір қарым-қатынас жасап, бір-бірімізбен сұхбат құрып отырғанымыздың ақиқаты осы деген ойдамын. Енді болашақта жалпы мәдениет министрлігі де, концерттік орталығы осы сізбен біздің шығып отырған байланыста филармония жобамызды болашақта бір қолдайды деген үміттемін. Енді Арайхан, не үшін жаңағыдай министрліктің дүниесін айтып отырмын? Себебі өзіңіз білесіз, министрліктің қолдауымен, концерт гастрольдік орталығының ұйымдастыруымен бізде жаз әуендері деген үлкен республикалық форматта шара өтті. Осы шарада жаңағыдай әр филармонияның карантин кезіндегі атқарған істері, соның ішіндегі видеолардың барлығын біздер министрліктің YouTube каналында көрсету құқығын алдық. Соның нәтижесінде олар үздіктерді анықтаған болатын. Соның ішінде мен үшін, басқа филармониялар үшін білмеймін, жеке өзімнің бағам бойынша Жамбыл облыстық, Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы алдыңғы қатарда, мойындау керек, алдыңғы қатарда. Себебі сіздердің бір YouTube-қа шыққан тікелей эфир кезінде, YouTube-тың тікелей эфирінде шыққан кездегі бір трансляцияларыңыздың өзі 3 минут, 4 минут, 1 сағатта просмотрға шейін жеткен болатын. Осының сыры неде, Арайхан? Осы жерге қалай болсыздар? Шыны керек, бұл енді таза ақпарат бөлімінің, жалпы мына ұжымның үлкен жұмысы ғой. Осы жөнінде бір нелерін айтып өтсеңіз.
Енді ол жерде тек қана ақпарат бөлімін ғана мақтап атап өтудің несі жоқ деп ойлаймын. Тек қана ақпарат бөлімі ғана емес, сонымен қатар бұл жерде басшылардың арқасында негізі көркемдік жетекші, музыкалық жетекші, музыкалық әрлеуші барлығы біріккенде, бір ауыз сөзбен айтқанда ауызбіршіліктің, татулықтың арқасында деп ойлаймын. Ұжымның арасында ұжымның ауызбіршілігінің арқасында осындай нәтижеге қол жеткіздік. Себебі біз бір-бірімізді қолдау мақсатында сілтемен жібереміз. Біз арнайы сілтемен не үшін екенін уже артистер де біледі. Яғни осы сілтемеге өтіп концертті тамашалау керек. Ол өздеріне де бір жағынан жаңағыдай көрермен ретінде көруге де, әрі өзіміздің ұжымға деген, бір-біріне деген қолдауды білдіреді. Сондықтан біздің охватымыз да, біздің көрермен саны да өте көп болғаны сондықтан деп ойлаймын. Және оның өте сыры сол, ең бастысы ауызбіршілікте. Сонда менің түсінгенім жаңағыдай тікелей эфир ютубқа шыққан бойда қарапайым стильде барлығы ұжым болып соны жан-жаққа таратып бөлісті. Таратып бөлісеміз. Қарапайым сыры осы. Қарапайым сыры осы. Мысалы, менде YouTube арнасынан, мысалы, сіздер маған жіберсеңіздер сілтемені, мен ұжымға таратам оны. Содан кейін біздің ұжым міндетті түрде оны көреді. Өздеріңізде чаттан көріп отырсыздар, мысалы, ақпараттық бөлім чатында біздің ұжым қалай, оны одан кейін өз араларымызда талқылаймыз, ол концертті керемет өтіпті. Содан кейін біз аларымызды өзімізге қажет жаңағыдай дүниелерді көріп, өздеріне алатын тұстарын, көретін тұстарын өздері не істеп шығады. Өз-өздеріне қабылдап, олар да солай бір керемет өнер көрсетуге талпынады. Ол деген үлкен бір жағынан өнер алмасу деген өте үлкен не деп ойлаймын, жұмыс әрі табақ бір-бірлеріне. Дұрыс. Енді яғни тағы да бір өзіміздің филармонияларымыздың атқарған жұмысын тағы да бір инста көрермендерге бір атап өтейік. Соның ішінде өзіміздің жұмысымыз, ұжымның жұмысы, мына концерт гастрольдік орталығының мәдениет министрлігінің қолдауымен үлкен челленджінде Шәмші Қалдаяқовтың туғанына орай сол челленджға барлық өңірлік филармониялар атсалысып қатысқан болатын. Содан кейін тағы бір айтып өтетін дүние, бұл жерлес ақын біздің қазақтың бас ақын атанған Қазақстанның халық жазушысы, тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері, достық парасат ордендерінің иегері Қадыр Мырзалиннің 85 жылдығына орай филармониямызда, яғни Батыс Қазақстан облыстық Ғарифолла Құлмағай атындағы филармония директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиевтің бастамасымен өз елім атты республикалық челленджді жолдаған болатынбыз. Сол челлендж қазіргі таңда Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымы ұжымы, концерттік гастрольдік қызмет орталығы және ең алғашқылардың бірі болып өңірлік филармониялардан Жамбыл облыстық филармониясы осы челленджді насихаттауға өзінің бір үлкен үлесін қосқан еді. Осы орайда сізге басшылықтың атынан жалпы бір үлкен алғысымыз шексіз. Енді тағы да айтып өтсеңіз, қандай тағы да бір жақсы жобалар болды? Біздер сол жобаларды сіздің аузыңыздан естіп келесіде кішкене жақсысын таңдап, өзімізде батыста енгізіп жаңағыдай бөлісетін. Енді біз тек қана жаңағыдай атап өттім, бір әннің тарихы, бір күйдің тарихы деп. Сонымен қатар біз YouTube арнасымен де жұмыс жасадық. Үнемі біз мысалы онлайн концерт өткізсек, оны міндетті түрде YouTube каналына да жүктеп отырдық. Себебі онлайн Instagram, Facebook'тан көре алмаған көпшілік YouTube арқылы біздің концерттерімізді тамашалауға да мүмкіндік бердік. Және де біздің YouTube арнасында қосымша тағы да жариялағанымыз, осы бізге белгілі композитор, күйші Әбдімомын Желдібаевтың Күмбірле күйім елімде атты радио концертін ұсындық. Осы біздің жас әнші
Қайсар Көкішев деген біздің талантты әншіміз бар. Соның радио концертін біздің Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Асылхан Шүңіреков бастаған Тарас триосының радио, олар тек қана Facebook, Instagram дамайған көпшілік біздің өнерімізді тамашалап жүрді. Біздің әншілердің, күйшілердің өнерін сол YouTube арнамыздан да тамашалады. Осындай да мүмкіншіліктер өте зор болды. Дұрыс айтасыз, иә. Сонымен қатар, біздің Ғарифолла Құрманғали атындағы облыстық филармониясының ұйымдастыруымен ағымдағы жылдың 2 қазан күні филармонияның, яғни біздің кіші залында Ұлы Абайдың 175 жыл толуына орай арналған филармония әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, парасат орденінің иегері, қазақтың Қатимолласы атанған Қатимолла Бердіғалиевтің өлеңді қайтып қоярсың атты онлайн концертін берген болатынбыз. Бұнымен қатар Орал сазы фольклорлық ансамблінің онлайн концерті, яғни сол кезде әртістермен сөйлесеміз ғой. Аға, концертіңіз қалай өтті дегенде жаңағыдай айтатындары, ой, дәстүрлі концертке жетпейді. Себебі сахна бос, ешкім жоқ, алдында тұрған камералар, светтің софиттары, соларға қарап бір айтады, бұған да енді үйрендік қой, бірақ сонда да дәстүрлі әртіске жетпейді деп айтып жатады. Осындай бір үлкен кеш өткен болатын бізде де. Және де мына жаңағыда сіз сөзіңізде атап өттіңіз, облыстық телеарналар мен жергілікті телеарналар, радиолар, әртүрлі сұхбаттар, осындай форматтағы дүниелердің барлығы қазіргі таңда ақпарат бөлімінің тікелей қатысуымен тікелей өткізілуде. Енді сізге сұрақтарыңыз, сіздің сұрағыңыз маған болса айтыңыз. Енді мен сізге қоятын сұрағым, жаңа сіз ән лайф дедіңіз, және әуен лайф дедіңіз. Ал менің естуімше сіздерде күй лайф дегенде жоба бар секілді. Сол туралы қысқаша тоқталып өтсеңіз. Әрине, Арай ханым, енді бұл Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің облыстық мәдениет басқармасы, басқасының әкімдігінің қолдауымен карантиннің бұндай бір басталған уақытта тұңғыш республикалық онлайн домбырашылар байқауын өткізген болатын. Дәулет Келешқайұлының 200 жылдығына орай бұл үлкен жобаны өткіздік. Яғни өзіңіз білесіз ғой, бұрын дәстүрлі түрде конкурстардың барлығы дәстүрлі түрде сахнада өлең айтумен өткізетін болса, бұл Қазақстан бойынша ең бір үлкен онлайн конкурс болды. Себебі жаңағыдай ойлаңызшы, күйшілердің барлығы өздерінің күйлерін бізге дайын видео форматында жіберген болатын. Енді бұрын өйтіп жұмыс істеп көрген қазылардың өздері республикалық танымал өнер майталмандары, соның ішінде мына мәдениет қайраткерлері Карима Сахарбаева, Еркін Шаяхметұлы, Нұрымбетов ағаларымыз бастаған осындай үлкен тұлғалар. Енді бір-бірімен кездесуге болмайды, өзіңіз білесіз. Методын қараңыз, WhatsApp-тан арнайы группа ашылып, сол группаға ойлаңызшы 180 қатысушы болды. Сол группаға 180 қатысушы өздерінің видеоларын жаңағыдай жібереді. Сол видео бойынша жаңағыдай тартылуы, күйдің тарихы, соның бәрін дұрыстап біліп, бағасын сонан беріп отыр. Сол кезде әлеуметтік желінің күшін біздер кең ауқымда пайдаландық деген ойдамыз. Себебі арнайы филармониядан өзімізден Асхат Тарасұлы бастаған, Еркін Шаяхметұлы, Нұрымбетов бастаған осындай әділ-қазылар алқасы құрылып, шағын жаңағыдай ұйымдастырушылар тобы ғой, ұйымдастырушылар тобы құрылып, солардың барлығын осы филармониядан кетпей, сол 3-4 адам, бүкіл 180 адамның енді көңіліне не істемей, жаңағыдай әр видеоны, әр секундына шейін, әр минутына шейін баға беріп, соның барлығын қарап, 3 күндік осындай бір не отыр. Одан бөлек, енді өзіңіз білесіз, бұған әділ қазылардың бағасы бар. Әділ қазылар біреуі Алматыда, біреуі там Шымкентте, біреуі Оралда дейік мысалға.
солардың барлығы WhatsApp әлеуметтік желісі арнайы ашылған группа бойынша бір-біріне жаңағыдай нелерін бағаларын беріп отырды. Сөйтіп 180 өтініш түскен болатын. Соның ішінен тек 105-і жақсы сапалы видео болып, соның ішінен мықтыларды анықтап, тұңғыш республикалық күй лайф атты онлайн конкурсты Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы карантин кезінде бастап ұйымдастырған болатын. Жаңағы Оралдан әуен лайф деп айтып кеттіңіз ғой, бұл Оралдан әуен лайф жобасы халыққа насихатталып шыққан кезде, мен ойлаңызшы, филармония өте кәсіби мекеме, жалпы кәсіби деңгейі облыстағы, әр облыстағы ең үлкен өнер орталығы ғой, былай қарағанда. Біздер сол Оралдан әуен лайф жобасын халыққа шығып насихаттаған кейін, енді біздердің концерттің бір 4-5 бөлімі өткеннен кейін, біздің Батыс Қазақстан облысында сондай форматтағы концерттер көбейді. Көрдіңіз бе? Сондай форматтағы. Жаңағыдай, оларда жаңағыдай әртүрлі атауы бөлек болғанмен, енді тәжірибесі, стилі, жаңағыдай барлығы бізден Ғарифолла Құрманғалиевтің облыстық филармониясын алды ғой. Жаңағыдай әлеуметтік желі арқылы көрді. Бұл енді әрине, былай қарасаң, біз үшін өте үлкен қуаныш болды, себебі жаңағыдай біздің жобамызды, дәл бізде алғашқы болып бастаған біздің жобамызды насихаттап, арқарата аудандарда да, ауылдарда да насихаттап, халық өздері алып кеткен болатын. Енді Аралым ханым, тағы да қандай бір мықты жобалар болды? Жобалардан бөлек маған қызығы жаңағыдай енді көрермендерге де қызық болар деген ойдамын. Сол дүниелердің іске асырылуы форматы, өзіңіз қандай бір кедергілермен тап болдыңыз осындай онлайн кезінде? Тап болдасыз, жаңағыдай соны жеңіп, осыны арғарата істеу керек деп кеңес айтасыз? Енді ол қиындық, енді бастапқы кезде әрдайым қиындықтарға тап боламыз ғой. Карантин дегенде бұрындары еш уақытта басымыздан өтпегендіктен онлайн режим деген бастапқыда өте қиын болды. Әсіресе әншілер қауымына. Ол әнді айтады. Одан кейін біз күтіп отырамыз оның видеосын. Видеосын әлеуметтік желіге жүктеңіздер дейміз. Біз оны бөлісуіміз керек дейміз. Олар болса қалай не істейміз, бөлісеміз, қалай жүктейміз деген сияқты сондай бір қиындықтар болды. Сонымен кішкене уақыт жоғалтып алдық дегендей. Ал кейін, осы 1-2 аптадан кейін олар да өз істеріне ас болды. Былайша айтқанда, үйреніп, яғни бірден бөлісу керек екен, әлеуметтік желімен бөлісіп, тарату керек екенін түсініп, жұмысымыз бір жүйеге орнықты. Енді қиындықтар әрдайым бастапқыда болады, қазірше ешқандай қиындық жоқ деп айта аламын, себебі қазір дамыған заман, бәрі телефонда отырады, бәрі әлеуметтік желіде отырады, бөлісу, бір-біріне пікір алмасу, пікір жазу деген сияқты, олар уже күнделікті өзінің жұмыстарына енгізіп қойды. Күнделікті сол арқылы жұмыс істеп отыр. Бұйырса енді мына індет біткеннен кейін, Алла аман есен еліміз аман болсын бастысы. Осы карантин біткеннен кейін, жаңағы осы істелген дүниелердің барлығы аяқ асты қалмай, менің ойымша, егер осының барлығын біздер ақпарат бөлімі, жетекшілері, менеджерлері кәдімгідей жұмысқа енгізетін болса, менің ойымша, филармониялардың деңгейі, жаңағыдай жұмыс істеу деңгейіне тағы бір үлкен плюс болады деген ойда. Өз басым шыны керек. Ал енді жаңағыдай барлық нелерді айтып отырмыз. Соның ішінде мына Facebook әлеуметтік желісі арқылы қазіргі таңда біздерде жаңағыдай насихаттау жұмыстарын өте көп жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде жаңағыдай сіз айтқан сіздердегі бар жұмыстар, сіздердегі жаңағыдай технологиялардың барлығын өз басымыз қазіргі таңда біздер де қолданып жүрміз. Енді осы орайда алдағы уақытта серіктестігімізді нығайтып, филармониялар арасында бір жақсы істерге бастама болып, жақсы дүниелер
жасаймыз деп мен де өз басым үміттенемін. Енді жұмысымызды айта беретін болсақ көп қой. Жұмысымыз көп. Ісімізге береке берсін барлығымызды, барлық шығармашылық ұжымдарға да, барлығына да. Енді тағы да бір қосарыңыз болса, немесе сұрағыңыз болса, мына жерде так пікірлер бар екен. Оқып кетуге болады. Адамның өміріне әсем көңіл күй сыйлайтын әншілер қауымы, оның ішінде филармониялар ғұмыры ұзақ болсын. Барлығымызға сәттілік дейді. Керемет пікірлер келіп жатыр. Рахмет көп. Сонымен қатар осы айта кетейін, біздің Жамбыл облыстық әкімдігінің мәдениет және архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен қазір барлық біздің сол мекемеге қарасты мекемелердің барлығына рубрикалар беріп қойған. Соның ішінде біздің рубриканың аты өнер өмір. Сол бойынша қазір жұмыс жасаудамыз, өнер өмір бойынша. Және де өздері мәдениет басқармасының өзінің де рубрикасы бар, мәдениет айнасы деген. Ол мәдениет айнасында олар тек қана осы облыс, қала көлеміндегі емес, сонымен қатар шет елді мекендерге барып, аудандарға барып, қандай шаралар болып жатыр, содан тікелей ақпарат беріп, тікелей эфир жүргізіп, халыққа ұсынуда. Оның да өте пайдасы зор деп білемін. Сонымен қатар жаңа жобаларды Құдай қаласа осы қалың көпшілікке ұсынатын боламыз. Әлі де бұл тек бастамасы деп білемін. Сонымен қатар өздеріңізде қандай? Әрине, дұрыс айтасыз. Жаңа мәдениет айнасы жобасына қатысты бізде де енді форматы атауы бір болғанымен, жаңағыдай форматы басқаша бір сондай бір қазір YouTube әлеуметтік желімізде филармонияның сондай дүние контентті қазір қалыптастырып жатырмыз. Енді бұның мақсаты, яғни жаңағыдай сіздерде мәдениет айнасы деген жаңағы айтып отырсыз ғой өзіңіз. Облыстық мәдениет басқармасына қарасты нелердің жұмысын насихаттау мақсатында мен де айтып жүрген, басшылыққа да айтып жүрген, бізге де осы жоба, осыны бұйырса алдағы уақытта біздерде кең насихатта, кең көлемде іске асырамыз деп ойлаймыз. Және де мына YouTube әлеуметтік желісінде қазіргі таңда Ғарифолла Құрманғалиевтің облыстық филармониясы осы мәдениетке қатысты нелердің барлығын түсіріп, қазіргі таңда кең ауқымда насихаттап жатқан жайымыз бар. Енді жаңағы ақпарат бөлімінің, менің ойымша, ақпарат бөлімінің маңыздылығы, енді ондай әңгіме сіздерде де болған болар. Себебі мына әртістеріміз, ұжымдар, филармонияға қарасты республикалық емес, енді халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүр ғой барлығы да. Халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүр. Сол гастрольдерін, солардың барлығын үлкен деңгейдегі ағаларымызбен, ұжымда әртістермен сөйлескенде барлығы сөз ретінде айтып жатады. Мысалы, Дубайға барып осындай концертке қойғанда, немесе Таиландқа барып осындай ұжыммен бір концерт болғанда деп. Бірақ енді онысының барлығы сөз жүзінде. Бірақ менің мақсатым жалпы соның барлығы таспаланса деймін. Таспаланып көрсетілетін болса, жаңағыдай өте бір әдемі дүние. Мысалы, Германияда бір концерт беріп жатса, оркестр деп айтайықшы, Германияда концерт беріп жатса, сол концертте жаңағыдай немістердің қол шапалақтап біздің қазақтың күйіне тамсанған видеоларын, соның барлығын түсіріп алып, сондай дүние жасайтын болсақ, бұл өте бір тарихи, өте бір маңызды дүниелер деп ойлаймын. Және де мына айта кететін жағдай, бізде мына карантин кезінде, енді карантин кезінде демек, кішкене босатылған уақытта Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптары оркестрімен бірге Дәулеткерей бабамыздың енді биыл 200 жылдығы деп жаңа айттым ғой. Содан бөлек Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптары оркестрінің 20 жылдығы бізде. Соған орай бабалардың басына бір тағзым жасайық деп Дәулеткерей бабамыздың басына барып, мавзолейіне барып, құран бағыштаған болатынбыз. Және де
сол бабамыздың туған жерінде арнайы видео түсірілімдер жасаған болды. Яғни оркестр қысқартылған құрамда өзінің бабамыздың күйлерін орындап, қазіргі таңда сол дүниелердің барлығын дайындап отырмыз, шығаруға, қазір монтаждалуда. Енді былай айтқанда, филармонияларға ақпарат бөлімдері өте қажет, себебі ойлаңызшы, телеарнаға жүгіре бермейміз, жаңағыдай басқа емес, өзіміздің архивімізді, өзіміздің дүниемізді өзіміз таспалап, өзіміз пайдаланып насихаттауға. Бастысы енді бұл жердегі формат, өзіңіз білесіз, филармониямызды насихаттау, филармониямызды кең көлемде үлкен дәрежеге жеткізу, бұл тікелей ұжым болып бірлескен және де мына қызметкерлердің басты бір дүниесі деп ойлаймын. Осы орайда біздер жаңа айттым ғой, болса жылдың соңына дейін ақиық ақын Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығына орай Жалынды жыр иесі Жұбан ақын деген фильм концерт түсірілуде. Тұңғыш облыста, облыс емес, шыны керек республикада деп айтсам артық етпеймін, Жалынды жыр иесі Жұбан ақын деген фильм түсірілді, фильм концерт. Оның ішінде жаңағыдай фильм концерт деген айтып отырған себебім, жаңағыдай Жұбанның көзін көрген, Жұбанмен бірге үзеңгілес болған бізде журналистер, мықты ақындар бар кезіндегі. Сол ақындардың қазір нелерін, сол ақындармен кездесіп, солардың естелік әңгімелеріне құралған сондай Жалынды жыр иесі Жұбан ақын деген фильмді бұйырса халық назарына жыл соңына шейін ұсынамыз деген ойымыз бар. Бұл ретте Батыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының басшысы Сайран Темірғалиұлы Дүйсеновтің қолдауы шыны керек филармонияға ерекше, себебі ақпарат бөлімінің бір жұмыстарына бір өте бір назарын салып, сұрап, жаңағыдай қандай деңгейде өтіп жатыр, көрсетіп жатсаңдар, жаңағындай дүние енгізіңдерші деген сияқты бір ұсыныстарын да айтып жүреді. Енді осы орайда өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар, филармониямыздың директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиев өте бір сондай креативті басшы, жаңағыдай идеялар айтудан, біздер енді жас болғаннан кейін өзіңіз білесіз, алып ұшып жүреміз, жаңағыдай кейде идеямызды бір жеткізетін адам іздейміз де, сондай кезде бір басшымызға ескертіп айтатын болсақ, жаңағыдай мына жерін былай істесеңдер қалай болады, мына жерін былай істесеңдер қалай болады деп, Абдулғабекұлы Рахмет шығармашылық жөніндегі орынбасары осы ағаларымыз үлкен бір қолдау беріп отыр. Енді шыны керек, бүгін мойындау керек, Арай ханым, сізбен біздің байланысып отырған осылай байланыста филармония жобасында да бізге қатысыңыздар деп, осындай жобаны жасаңдар деп, біздің арқамыздан қаққан жастарды қолдаған азаматтар бар. Оның бірі Жандос Омарұлы, сіздің филармония шығармашылық жөніндегі орынбасары, мына біздің филармониямыздың шығармашылық жөніндегі орынбасары Абдулғабекұлы Рахметов. Осы ағамыз осы байланыста филармония жобасы, неге филармониямен байланыста филармония деген бір жоба жасамайсыңдар? Неге бір сондай бір-біріңді сендер көрулерің керек, ақпараттарыңды бір-біріңе бөлісулерің керек деп отыр. Менің ойымша осы сұхбат барысында бір-бірімізге бір көптеген білетін дүниелерімізді ойлап білдік деп ойлаймыз. Және де жыл соңына шейін бізде осенний листопад деген енді күзді пайдаланып, бізде Орал қаласында Орал қалалық саябағы бар. Үлкен саябақ. Сол саябақта біздер түсірілімдер жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Яғни осенний листопад классика камерлық ансамбль және филармониямыздың әртістерінен құралған сондай бір фильм концерт дайындап жатырмыз қазіргі таңда. Жыл соңына шейін соны халыққа ұсынамыз деген ойдамыз. Және де Дәулеткерей Шықайұлының 200 жылдығына орай осындай жаңа айттық қой, оркестрдің бір 30 шақты роликтерін түсірген болатынбыз. Соларда енді жақсылықтың жаршысы, жақсылықтың осындай жақсы дүниелеріміз алдағы уақытта халық назарына ұсынылатын болады. Енді көп бір созбайық әңгімені. Енді мен өз басым бүгінгі мына
байланысты филармония жобасына қолдау білдірген бірқатар азаматтардың да аттарын атап өткім келеді. Ең бірінші мына сіздердің филармония Кенен Әзірбаев атындағы облыстық филармонияның директоры Сейітқасым Шерімұлы Түктібаев ағамызға және шығармашылық жөніндегі орынбасары Жандос Әскербекұлы Омаров ағамызға және де барлық сіздің филармонияның шығармашылық ұжымына, әртістеріне барлығына дұғай ақжайықтан сәлем жолдаймыз. Жұмыстарыңызға өте ризамыз, бізде де көріп отырамыз. Жаңағыдай бір-бірімізбен байланысты нығайтамыз деген ойдамыз. Енді басшылар айтып отыр ғой, өңірлік филармониялар арасында меморандум бар. Бір-бірімізбен байланыста жұмыс жасаймыз деген. Енді карантинге байланысты көптеген іс-шараларымыз да тоқтап қалып жатыр, көптеген байланыстарымыз үзіліп жатыр. Бірақ та алдағы уақытта үзілмей осылай әлеуметтік желі арқылы болса да бір-бірімізбен байланысып, ақпаратымызды бөлісіп, халыққа осылай айына бір рет болса да халыққа осылай ақпарат таратып отыруға сізде бізде уәде берейік. Немесе жеке өзіміздің парақшамыздан шыны керек, бұл өңіраралық филармонияның байланысын өте нығайтатын дүние деген ойдамын. Енді өте дұрыс айтасыз. басшылардың барлығына өз басым алғысым шексіз. Жасай беріңіздер, өрлей берейік. Ала берса карантиннің енді індеттен құтылып барлығымызда бір жақсы есігімізді айқара ашып, жаңағыдай халықпен керемет бір кездесіп, жүздесіп, марқаятын кездеріміз болады деген ойдамыз. Және де осы орайда мен де сіздердің ұжымдарыңызға үлкен алғыс білдіргім келеді. Сонымен қатар бір хабарландыру айтып өтсем деймін. Бүгін біздің Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының ұйымдастыруымен ретро концерт өтеді. Ретро концерті осы біздің филармония Тараз парақшасына, Facebook және Instagram парақшасына қосылып, тамашаласаңыздар болады, жақсы пікір жазып, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдірсеңіздер болады. Және біз де сіздерді Құдай қаласа осы карантиннен аман-есен өтіп, барлық жаңа сіз айтқан жобаларды жүзеге асырсақ деймін. Шынымен меморандумға қол қойып, меморандум екі облыстың мәдениетін бір-біріне алмасып, мәдениет тұрғысынан да, ақпарат тұрғысынан да бір-бірімен алмасып, сондай жұмыстарды жүзеге асырсақ, өте оны қолдаймын. Сіздің айтқан пікірлеріңізге. Әрине, Арай ханым, өте жақсы. Пікіріңіздің барлығы да орынды, бұйырса іске асады деп мен де өз басым үміттенемін. Және де тағы да біздің Ғарифолла Құрманғали атындағы облыстық филармониясы атынан сіздің жаққа жарнама болсын. Бүгін сағат 20:00-де, бізше сағат 20:00, сізше 21:00-де облыстық Ақжайық телеарнасынан Жаныңыз жадырасын жобасында Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің жетекшісі, композитор Еркін Шаяхметұлы Нұрымбетовтің шығармашылық, яғни соған арналған Жаныңыз жадырасын атты шығармашылық бағыттағы жобамызды қарауға, тамашалауға концерттеріне өтеді. Айбар Хайырханов, Еркін Өтегенов, Аңсар Бердіғалиев атты облыстық филармониямыздың әртістері, композитордың шығармаларын халыққа кең насихаттайды. Тағы да құрметті әріптестер, құрметті инста көрермендер, Арайлым ханымға немесе жеке маған қояр сұрақтарыңыз болса, жаңа пікірді жазыңыздар. Барлығында оқып отырмыз, барлық тілектеріңізді де көріп отырмыз қазір, дәл қазір. Енді шамалы уақыттай қалды, бір 5 минуттай уақыт қалды. Сұрақтарға бір кезек берсек, Арайлым ханым. Егер енді көрермендер сұрақ қоямыз дейсін болса. Әрине, көрермендер тарапынан келген, кез келген сұрақтарға жауап беремін. Енді қазір көпшілігі аяқ астынан қойылып сұрақ іздестіріп жатқан шығар.
жеке енді жеке сұрақтарыңыз қазір жеке сұрақтарыңыз болмаса енді жеке парақшамызға немесе осы филармония парақшасының астына пікір қалдырар деген ойдамын. Енді сіздерге жаңағыдай алғысымызды айттық, алдағы уақытта байланыс үзілмей өңірлік филармониялардың бір дамуына серіктестік қызмет жасаймыз деген ойдамыз Арайлым ханым. Бастысы шығармашылық табыс тілеймін. Аман болыңыздар. Жаңағыда айттым ғой, филармония басшылығына, барлығына алғысымыз шексіз. Неше құрметтік инста көрермендер, осымен байланыста филармония жобасын аяқтайық. Келесі кездескенше күніміз жарқын болсын, жақсы күндерде жолыққанша. Баршаңызға сау болыңыздар деймін.